Ассалаумағалейкум достар. Бүгін біз комментариялардағы бір-екі сұрақтарға жауап бере кетейін дедім. Шуалшан баққанша бір әжептәуір қой бағып бір мал орда қыламайсың ба деген сияқты әңгімелер айтады. Одан кейін құрбақа бақсай, құрбақаның боғы күшті деген сияқты әртүрлі әңгімелер айтады. Ондай кісілерге айтатыным, енді құрбақаны бірінші өздеріңіз бақып көріңіздер. Одан кейін соның пайдасын көргеннен кейін барып халықпен бөлісіңіздер. Сол кезде айтсаңыздар, енді может бізде құрбақа бағып қалармыз. Енді бір алла біледі оны енді. Соның пайдасын барлығын дәлелдеп беру керек. Дәл қазіргі уақытта дәлелдеп бермесең, ешкім ештеңеге сенбейді. Қазір өзі сондай уақыт болып тұр. Бір ауыз сөзге сене салмайды ешкім. Сол секілді міне шуалшан бағып жатырмыз. Шуалшан неге бағып жатсың деген сұрақтарыңыз болса, басқа да видео бейнероликтерде айтқанымыздай, біз бұдан таза табиғи тыңайтқыш алу мақсатында жасап жатырмыз. Және де өзіміздің егінімізге, өзіміздің егіп жатқан көкөністерімізге, қиярларымызға, басқа да дән дақылдарымызға пайдаланамыз деп жасап жатырмыз. Бұл жерде шуалшан алам деген кісілер болса, хабарласып алсаңыздар болады. Телефон номеріміз 8705-686-44-74. Енді бұл жерде шуалшанның қандай пайдасы бар? Бұмен айналысқанда қандай миллиондап пайда таба алам ба? Қазіргі YouTube арналарда неше түрлі бейнероликтер шығып жатыр. Ойбай, міне кооператив ашылып жатыр, сен биогумусыңды әкелесің де өткізе саласың, ақшаңды аудара салады, бәрі күшті. Болмаса бір квадрат шуалшанды тастайсың да 10 квадрат қыласың да 10 квадратты аямай сатасың, миллионер болып кете саласың деген сияқты әңгімелерді айтып, неше түрлі жаңағы рекламаларды жіберіп, адамдарға кредит алып, осы кәсіпке кіріп кетіп жатқан кісілер бар. Және де қарызға алып, қарызданып, қауғаланып, сөйтіп бастап жатқан кісілер де бар. Менің айтатыным сіздерге бұған олай келудің қажет жоқ бұл бизнестің түріне. Бұл бизнестің түрі енді басталып жатыр. Бұған ешқандай да қарыз алып, кредит алып, ондай нәрселермен бастаудың қажеті жоқ. Бұл бірденнен сіздерге боқ кете салатын, бірденнен миллиондап таба салатын кәсіп емес. Бірақ бұл жаймен дамып келе жатыр. Себебі бұл кәсіптің болашағы неге бар дейтін болсаңыздар, себебі дәл қазіргі уақытта өздеріңіз білетіндей, мынау врачтар, барлығы, дәрігерлеріміздің барлығы айтатындай, бірінші ауырмай тұрып, ауырмаудың жолын ізде дейді ғой. Сол себепті тура осы биогумус сол аурулардың алдын алуға ең бірінші септігін тигізетін нәрсе. Енді барлығы Аллах тағаланың қолында, бірақ бұл себепкер бола алады. Неге десеңіздер, қазіргі уақытта химикаттармен жейміз тамақтың барлығын. Қандай да бір тамақ өндіріліп жатса, қандай да бір жаңағы бәдірен болсын, помидор болсын, басқалары не өндірілсе де барлығы селитраға, өңшең химияға, сондайға отырып алған. Барлығы сонымен пісіреді, онымен тезірек піседі, бірақ сақталуы ұзақ болмайды олардан. Тура осы биогумусқа 2022 жылы қарбыз еккен болатын, және де сол қарбыз не деген тәтті болды, дәмі деген зор болды, өзім алып жедім. Содан кейін, соның нәтижесін көргеннен кейін барып, мен сіздерге бұны айтып жатырмын. Солай нәтижесін көргеннен кейін сіздерге айтып жатырмын бұл жерде. Енді бұл жерде міне шуалшандарымыз мына жерде жатыр. Бұл шуалшаннан сұмдық пайда табасыздар деп мен айтамаймын. Себебі өзім енді шуалшан сатып жатырмын. Қазір айналысқаныма 1 жыл болды. Маған ең бастысы табиғи тыңайтқыш өндіру. Бұл жерде міне байқасаңыздар, міне шуалшандарымыз. Міне тығыздықтары қандай жақсы. Міне. Аллаға шүкір көбейіп жатыр. Бұдан да тығыз ірі жерлері бар. Ол ар жақтарда. Ол жақтарды сатылымға дайындап қойғанбыз. Бұл жерде енді кішігірім айтып кетейін деп, түсіндіріп кетейін деген оймен түсіріп жатырмын бұл жерлерді. Жалпы бұл салаға келер кезде өзіме табиғи тыңайтқыш өндірем. Сол табиғи тыңайтқышты алып, өзімнің мынау
егіп жатқан егістігіме пайдаланам деген мақсатпен келіңіздер. Ең бастысы сол. Әрбір қазақтың есігінің алдында осындай бір қатар болса да есіктерінің алдында шуалшан жатса, сол жерге өзінің қоразынан шыққан, өзінің 4 түлік малынан шыққан көңін әкеп тастай отырып, биогумус өндіріп, соны өзінің огородына пайдаланып, өзінің гүліне пайдаланып, солай жасап жатса, ол біздің Қазақстанымыздың дамып жатыр дегеннің бір белгісі болады, Құдай қаласа. Сол үшін бұл кәсіппен айналысыңыздар, бірақ аз көлемде бастаңыздар. 1 коробка немесе 2 коробка, 3 коробка деген сияқты сондай көлемде алыңыздар. Енді квадраттап үлкен қылып алам десеңіздер, өздеріңіз білесіздер, бірақ қалталарыңызға қарай отырып, аз көлемде бастап, бұл шуалшан өте тез көбейеді. Сондықтан аздан бастап, көбейтіп, жақсылап көбейтіп алуға болады. Бірақ енді мен сіздерге айтатын бір ақылым, осы қазір 1 жыл болды айналысып жатқаныма, мынау осы бір қатардың өзінен сұмдық биогумус өндіруге болады екен 1 жылдың өзінде. Ал мен шуалшанды көбейтем деп, мұнан бәрін жайып тастағам. Бұл менің бір қателігім болды. Бірақ мен о қателігімді түзеймін, Құдай қаласа. Осындай бір қатарға жақсылап, жаңағыдай шифр болсын, тақтай болсын қойып, осылайынан екі жағына қойып, осының үстіне жаңағы шуалшанды көбейтіп алып, одан кейін жаңағы қораңыздан шыққан көңдерді бір сумен үстіне шайып, әкеп осы шуалшанның үстіне апта сайын салып отырсаңыздар, апта сайын салып отырсаңыздар, биогумус өте тез дайын болады. Сондықтан осылай аз жерден бастап, аз жерге істей беріңіздер. Оны бір гектарлап жайып тастап қажет жоқ. Себебі оны игере алмай қаласыздар, оған техника керек болады, оған шығын шығару керек болады. Сондықтан осылай аз көлемде бастаңыздар. Бірақ ең бастысы мен байып кетемін деп бастамаңыздар. Ең бастысы мен табиғи өнім жеймін. Мен мына бала шағам денсаулығына пайдалы өнім өндіріп, соны өзім жеймін деген мақсатпен бастаңыздар. Барлығыңызға рахмет. Және де лайктарыңызды басып, пікірлеріңізді қалдырып, сұрақтарыңыз болса қойыңыздар. Және де біздің арнамызға міндетті түрде тіркеліңіздер. Себебі алдағы уақыттарда неше түрлі дән дақылдарды егіп, соларға эксперимент, тәжірибе жасайтын боламыз. Және де сұрап жатсаңыздар, сол дән дақылдарды сіздерге сатып, соның дәмін көріп, соны ары қарай зерттеп, осы салаға толыққанды кірісетін боламыз.